Салам достар, сіздермен бірге бұл мен Блоти. Менің бүгінгі видеома қош келдіңдер. Бүгін өздерің көріп тұрғандарындай менде өте жаман жаңалық бар, яғни мен өзімнің Мустанг көлігімнен айырылып қалдым. Көбісі сенбеген шығар мен Мустанг алдым деп, бірақ мен ол жетістікке жеттім, яғни 2.600.000 жинап, мен сол жетістікке жеткен болатым, бірақ бұл жетістігімді какой-то біреулер құртып кетті, яғни мені алдап кетті. Енді бүгін мен сол жайлы және де жаңа өмір бастайтын туралы жайлы айтатын боламын. Ендеше кеттік. Достар, мені бір Вадим деген ба, соны қазір экранда көрсететін болам. Сол мені алдап кетті. Ол мені алдап кетті. Мен өзімнің практикамды авторынокқа апардым, и потом өзім де оны күтіп тұрған кезде маған біреу келді. И отырды, и бір жаққа барыш деді, и шет жаққа бардым. И потом маған айтты, давай мен саған Егоровкадағы үймен осы машинаны айырбастайық деді. Жарайды дедім, бірақ мен алданбайтынын білдім, себебі мен жай көре салайын дедім. Оның қандай үй, өзін кім соның бәрін көрейін дедім. И потом ол маған айтты, кеттік деді. И потом мен көніп бардым, и потом үйіне апарды, и потом үй несіне барып қарасам, аты жазылып тұр екен, өзінің аты жазылып тұр. Мен кішкене сене бастадым оған. Содан кейін маған айтты, ауыстырайық деді. Басында маған көп приложение жіберді, мен кішкене күдіктендім де, и потом қабылдамай қойдым, и потом бір кезде бак болып қалды, сосын шығып кірдік екеуміз де ойыннан, и потом шығып кірдік. И мен оған приложение жібердім, и потом Ford Mustang деп тұрып бастым, и потом 701 деген цифр ма сондай болды. Негізі оның үйі 31-60 па сондай болды. Ал мен болсам сол цифрға шатасып кеттім де, какой-то бір 200 мың тұратын үйді айырбастап болдым Мустангқа. Және де сол Мустангтың ішінде менің Мустангтың номері де кетті, барлығы кетті. 2 миллион ауаға да кетті. Осылай болып тұр. Кім мені түсінеді, лайк басып қолдаймыз деп комментарияға жазып кетіңдер. Егерде бұл серверінде ойнайтын болса, маған кішкене көмектерің керек. Сол мен нар жақта енді жаңа өмір қайта бастайын деп шешіп жатырмын. Яғни мен осы Black Russia'да жаңа өмір бастаймын. Ақша қайта жинаймын. Қазір мен авторынокқа барып, бір Приора или там машиналар бар, там гольф, сондай бір машиналарды қарап алып көретін болам. Хейтерлер жаза беріңдер, маған бәрібір айтқанда пофиг. И потом мен сол, сендердің тек шынайы подписчиктерінің қолдау керек. Мен мына жақта қалай жынданып отқанын білсеңдер, енді қиын. Сондықтан мен енді қазір авторынокқа барам, и авторынокта кездесеміз. Достар, мен сендерге осы маңызды неден, осы жесткий бір оқиғадан бір ой түйдім. Кидоктар, тата өзінің досына да сенбе, тата өзінің жан досына да сенбе, ешкімге сенбеңдер, тек өздеріне ғана сеніңдер. Мен осыны айтайын деген, осы ойды түйіндір. Ойында да, шын өмірде де ешкімге сенімшілік жоқ екенін ұқтым. Енді біз жаңа өмір бастаймыз, уайымдамаңдар, тек қолдауларыңды күтем, және де мен сендерге ары-қарай керемет бұрынғыдай видеоларымды түсіретін боламын. Ал қазір мен машина алуға, авторынокта машина қараймыз қазір, и потом бір өзімізге пайда дейтін бір ақша жинауға керек деген бір машина алатын боламыз. Мінекей мен авторынокқа жеттім, қазір мына жағымен кіре саламыз. Ал бір нормальный машиналар болса екен. Так, мынау пока что мынандай керек емес бізге. Там, ана жақта гольф көріп тұрмын. Бұның ішінде адам отқан жоқ екен. Ақшамыз жетпейді бұларға, точно айтамын. Постой. Сколько деп бағасын сұраймыз. 260-кі стейдж 2. Алайық па, алмайық па? Жайт аласайық.
ашам оны. Ашты. О, номермен де сатасыз тіпті жақсы кетейін деп тұр. Короче, біздің алға қоятын ең керемет машинамыз болады. Бұл біздің мақсатымызды айқындайтын. Мен енді ешкімге сенбеймін. Тата бауырларыма да, вообще жан достарыма да. Сондықтан, так, просмотреть. Я пытаюсь сұралақшы, бенче пытаюсь. Кыз пробегін көрсек, пробегі көп кетсе мен ойнай алмаймын. Әрине оған ақша кетеді. Так, 642 и 102. О, нормально, все. Го. Все. Мына машина қазір біздікі болады. Армандар орындалады, мақсатын айқын болса дейді. Сондықтан да біз алға, тек қана алға. Так, ақшамыз кетті. Все. Хорош. Ойын уже қызық емес болып бара жатыр мен үшін. Сондықтан да тек қолдау керек. Алда видеолар шығады. Мен сендерді ұмытпаймын. Қазір енді достар, мына скоростын тексертпейін, кішкене видео қызық болсын. Скоростын тексертсек. Так, нормально. Біз үшін пойдет. Так, нормально барып отыр. Скорост 200-ге барса тіпті жақсы. Бұл мен нормально екен. Достар, мінекей мен өзім видеомдарға тәмамдаймын деп ойлап тұрмын. Мен айтайын, тағы да айтайын, ешкімге сенбеңдер, любойына сенбеңдер, ойындағы достарын, үш нөмірдегі достарын. Бұл жақта сендер өмір қатал, сондықтан ойында сондай қатал болады. Бұл вообще өздерің ғана жұмыс істеңдер, өздерің мақсатқа қойыңдар, алға қойыңдар. Менің енді мақсатым жаңа бір керемет BMW алсам ба деп отырмын. Соған тек ақша жинаймын, ақша жинаймын. Және де жұмыс жасаймын, арасында сендерге де видео түсіремін. Оны вообще ұмытпаймын, мен каналымды жаппайын деп тырысып жүрмін. Ал мен ары қарай жұмыс істей берем, ал сендермен қоштасам. Енді егер де сендер мені қолдасаңдар, мен сендерге қатты қуанамын. Мен сен бар екендеріңді түсінемін, ұғамын. Жақсы ендеше. Аман болыңдар. Алданбаңдар.